қарасам қайтадан отменили постановление. Дұрыс болыпты, иә? Қайырлы күн болсын. YouTube'ға видео салмай қалып көп болыпты. Бұл бір жылдан кейінгі алғашқы видео блог. Бассейнге келіп жүргенімізге, бассейн емес, жалпы спортты бастағанымызға тұрақты 3 айдан асып қалды. Бүгін бассейнға келдік. Самое лучшее кардио это бассейн. Я вам отвечаю. Поэтому бүгінгі күннің басы бассейннен басталып жатыр. Біз бассейннен шықтық. Достар, қазір сенбі күні болса да, бүгін өте загруженный күн болғалы тұр. Себебі қазір үйге барып, Қаскелеңге барамыз. Қаскелеңде съемка бар. Потом одан кейін келіп кешке тренировка бар керек. Потом сабақ оқимыз дегендей. Сол үшін соңына дейін бірге болыңыздар. Сағат түскі 3 болып жатыр. Біз шаршадық. Съемканың бірақтан да аяғына жетіп қалды. Қазір аяғын аяқтап, потом бір қонаққа барамыз. Потом қалаға қайтамыз. И дальше тренировка. Бүгін күн жота ұзақ болып кетті ма, қалайыз. Қаскелеңде новый мектеп. Ана жақта ізду. Ана жақта мектеп. Қонаққа келіп жатырмыз. Вкусно екен. Бұрын кішкентай кезімізде барлығымыз магазин болып ойнаушы едік қой. Вот. Бесплатно ішінен тамақ ішіп, магазин болса ішінен бесплатно тамақ ішетін едім деп ойлаушы едім. Бесплатно тамақ ішуге болады, бірақтан да бәрін жей алмайды екенсің. Достар, мен уже үйге келдім. Тренировка 2 сағатқа созылды. Өте шаршайтын күн болды. Бір сөзбен айтқанда бүгін, бірақтан да күн әлі соңынан жеткен жоқ. Қазір киімді ауыстырып алып, торт жасаймыз. Молочная девочка. Потом әлім қалса, кітап оқу керек. Сол себептен кеттік. Так, достар, тортты дайындап бастаймыз. Қажетті барлық ингредиенттерді алып алдық. Кожына қажетті, ол 2 жұмыртқа, 80 грамм сары май, үйдің қолдың майы, сгущенное молоко и плюс кухонные весы.
мінекей біздің торт дайын. Осындай жеміс жидектермен өңдедік бетін. Таңертең дәмін көреміз. Однозначно будет вкусно. Сәлем достар, бүгін уже жексенбі. Біз түсірілімді сенбі күні бастаған болатынбыз. Демалыс күндер уже аяғына жетіп қалды. Ертең сабақ. Кеше тортты жасап болғаннан кейін ұзақ күннен шаршап, демалып ұйықтаған болатым. И ұзақ ұйықтап болған секілдім, себебі көздерім ісіп тұр. Но бір демалыс күнде ұйқыны қандыруға болады деп ойлаймын. Бүгінгі күнге жоспар, ертеңгі және де арғы күнгі сабақтарды оқып тастау керек, және де 60 бет кітап оқу керек, плюс осы видеоның монтажын аяқтау керек. Достар, біз соңғы рет YouTube каналға видеоны 1 жыл бұрын салған екенбіз. Қазір себебін түсіндіргім келіп тұр, неге 1 жыл бойы бізде каналда видео болған жоқ. YouTube платформасы бізде Instagram, TikTok платформаларына мүлдем ұқсамайды. Себебі Instagramда, TikTokта 1 минуттық видео түсіріп, оның монтажын там қиып, жапсырып салатын болсаң, YouTube'та ондай емес. YouTube'тың форматы, видеолардың ұзақтығы мүлдем басқаша. Мұнда видеолардың ұзақтығы, во-первых, ұзын, и екіншіден оның жаңағы субтитры бар, монтажы бар, титрлар бар, интросы бар, обложкасы бар дегендей. Тем более біздің канал ол простой ойын-сауық канал емес, ол жерде образовательный контент болғандықтан, например, біз асқорту жүйесін алатын болсақ, асқорту жүйесінен видео салу үшін бірінші оның ақпараттарын, қандай ақпарат айтылады, оны жинау керек, оны презентацияға салу керек, оны презентацияны дизайн жасау керек деген секілді жұмыстар өте көп. Шағым айтқандай болғым келмейді, бірақтан да весь жұмыс процесін сіздерге ашып айтқым келіп тұр да, что бір-бірімізді жақсы түсінісу үшін. Осы себептен де көптеген YouTube-ға жаңадан видео түсіріп бастап жатқан студенттер, медициналық контент басып жатқан, қазақша контентті, ғылыми контентті көбейткім келеді деген игі ниетпен бастаған студенттердің өзі осындай үлкен жұмысты көргеннен кейін жарты жолдан жұмыстарын тастап кетеді. Менде де осы 1 жылдың ішінде видео салудың мәнін жоғалтып алған кездер көп болды. Себебі YouTube платформасында, Instagram, TikTok'та видео салдың болды, ол дальше вирусға сайтып кетпейді. Мұнда кері байланыс алу да өте қиын. Сол себептен өзің терет етіп аласың, өзің мақсаттарын жоғалтып аласың. Бірақтан да соңғы уақытта маған YouTube платформасынан менің инстаграмыма шығып, менің жаңа образовательный форматтағы видеоларым үшін алғыстарын білдіріп, және тағы да сондай видео салуымды өтініп жатқан студенттер өте көп болды. Сондай кері жауапты көре тұра, студенттердің сондай білімге деген құштарлығын көре тұра, мен YouTube платформасын ары қарай тастап кетуге құлқым бармады. Сол себептен YouTube платформасында образовательный контент салуды, образовательный видео салуды қайттан қолға аламыз. Алдағы уақытта YouTube платформасында аптасына 1 рет видеолар шығып тұратын болады. Әрбір дүйсенбі күні, және де видеолардың образовательный контенттің ішінде осындай лайв форматта влогтарда араласып жүретін болады. Себебі мен медицинаны тек қана оқу барысында ғана емес, өмірдің барлық сферасымен байланыстырып қарағым келеді, көрсеткім келеді. Менің ұстанымды қолдайсыздар деген үміттемін. Олай болса, келесі видеода көріскенше, осы видеоны өздеріңіздің достарыңызбен Instagram парақшаларыңызда бөліскендеріңізді қалар едім. Себебі солай сіздер менің медициналық қазақша ғылыми контентті жасауымда мотивациямды арттырар едіңіздер. Жаңа айтып өткендей, кері байланыс көбірек болса, менде видео салуға деген құлшынысым көбірек артар еді. Оған қоса, описаниеда тұрған менің Instagram парақшама жазылып кетіңіздер, себебі ол жақта YouTube-қа қарағанда видеолар жиірек шығады, және де стористе, күнделікті стористе жүргізілетін болады. Және де Instagram парақшаға жазылудың тағы да бір себебі, алдағы уақытта біз 9 жүйенің қалған анатомия физиологиясының барлығын толықтырып видеоларын салатын боламыз, және де әрбір жүйенің видеосы шыққан сайын дайын конспектісімен Instagram парақшада бөлісетін боламын. Комментарийға жаза кетіңіздер, келесі қай жүйеден видео саламыз, ол зәр шығару жүйесі болсын, жыныс ағзалар болсын, иммунды жүйе мен қан жасау жүйесі болсын, қай жүйеден видео салу керек, бөлісіп кетіңіздер, сол жүйеден салатын боламыз. Солай болса, келесі көріскенше, мен келесі ертеңгі күнгі сабақтарға дайындалайын. Сау болыңыздар.